Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымның тақырыбы ғұн тайпаларының бірігуі, зерттеу сұрағы, неге мөде шаньюй жер мемлекетінің негізі деді. Сабақтың мақсаты картадан тайпалық одақтардың орналасуын көрсету, ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Ғұндар. Қытай жылнамаларында айтылғандай, біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Қытайдың солтүстігінде Байкалдан Ордосқа дейінгі аралықты мекендеген. Олар Гун, Рун, Хунью тағы да басқа атаумен белгілі болған. Ғұн державасының негізін қалаған мөде шаньюй. Мөде шаньюй тұсында ғұн халқының саны 300 000 болған. Ғұндардың жоғарғы лауазымын иеленген лауазым тәңір құты, ал ғұн басшысы лауазымы шаньюй. Шаньюйдің жақын туыстары иеленген лауазым түмен басы. Ғұн мемлекетінің ру саны 24. Руды басқарған түмен басы. Ғұн мемлекетінің ақсақалдар кеңесі жылына 3 рет шақырылатын болған екен. Ал олай болса, тарихымызға тереңірек үңілсек. Ежелгі Қытай жазбаларында Қытайдың солтүстік шығыс жағын мекендеген жундер, шандар туралы айтылады. Біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырдың соңында бұрынғы жундердің орнына орталық Азияда көшпенділердің күшті бірлестігі ғұндар, қытайша сюнну мен юэчжилер пайда болды. Юэчжилер шығыс скиф, сақ тайпаларына жатады. Олардың құрамында үйсіндер де болған. Аумағы Тянь-Шаньнан бастап, орталық және батыс Монғолия, Жоңғария, Алтай өңірі, шығыс Түркістанды қамтыды. Орталық Азия көшпенділері құдіретті тайпа бірлестігіне жатады. Ғұндардың соққысынан біздің заманымызға дейінгі 174 жылдан кейін батысқа кеткен юэчжилер Бактрияны бағындырды. Кейіннен Бактрия жерінде Кушан патшалығы пайда болды. Біздің заманымызға дейінгі 4 ғасырда қытайлықтар өздерінің қарсыластарының арасында ғұндарды алғаш рет атайды. Ғұндар біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың соңы мен 2 ғасырдың басында 24 тайпалар одағынан тұрған Евразия құрлығындағы бірден-бір ірі мемлекетке айналады. Шығысында Тынық мұхитынан бастап, батысында Тарбағатай тауларына дейін кең құлаш жайып жатты. Біздің заманымызға дейін 3 ғасырдың соңғы 10 жылдығында ғұндар мемлекетін әскери басшы тәңір құты Шаньюй басқарды. Біздің заманымызға дейінгі 209 жылы мөде тәңір құты билік басына келеді. Ғұндардың жаулап алу соғыстары дунхулардан басталды. Мөде батыстағы юэчжи тайпаларын бағындыру үшін әскери жорықтар жасады. Ғұндардың ұзақ уақыт бойғы басты қарсыласы Хань империясы Қытай болды. Сол кезде біздің заманымызға дейінгі 202 жылы Қытайда азамат соғысы аяқталып, бір орталыққа біріккен Хань әулеті билікке келді. Бұл тарихи дерек ғұндар мемлекетінің күшеюімен тұстас келді. Ғұндардың юэчжи тайпасымен күресі ғұндардың жеңісімен аяқталды. Юэчжилер тек біздің заманымызға дейінгі 174-165 жылдары түпкілікті талқандалды. Нәтижесінде юэчжилер орталық Азияға шегініп, Әмударияның жоғарғы ағысына жылжиды. Ғұндарға бағынғандардың арасында үйсіндер де бар еді. Қытай жазбаларында 36-ға жуық көрші ұлыстардың бағындырылғандығы айтылған. Мөде біздің заманымызға дейінгі 174 жылы қайтыс болды. Ал зерттеу сұрағына келетін болсақ, неге мөде шаньюй жер мемлекетінің негізі деді? Аңыздарға сүйенсек, бір күні көрші ел Дунхудың елшілері мөдеге келіп, одан өзінің ең жақсы атын беруді талап етті. Бұған ақсақалдар қорланып, Дунхуды жазалау үшін соғыс бастауды өтінді. Алайда мөде көрші отырған адамдардан бір ғана атты аяудың қажетіне деп өзінің сүйікті атын беруді бұйырады.
Біраз уақыт өткеннен кейін елшілері қайта келіп, патшалықтағы ең сұлу әйелді мөденің әйелін беруді талап етті. Ақсақалдар кеңесі бұл қорлыққа шыдай алмай, құтырған көршілерді жазалау үшін соғыс бастауды талап етеді. Мөде әйелін беріп жібереді. Дунху үшінші рет шекаралық біраз жерді беруін талап қойды. Ол мал жаюға қолайлысыз және ешкім тұрмайтын шағын ғана бос жатқан жер еді. Жер иесіз болатын. Оны екі жағынан, бір жағынан Хунью, екінші жағынан Дунхулар қорғап тұратын. Хунью ақсақалдары мұндай қолайсыз бір тұтам жер үшін араздасудың қажеті жоқ шығар деп шешіп, беруге де бермеуге де болады десті. Мөде ашуланып, жер дегеніміз мемлекеттің негізі, оны қалай береміз деді. Әскерін жиып, Дунхуға шабуыл жасап, оны талқандап, олардың аумағын өзіне қосып алды. Мөде басқарған Хунью ғұн державасы осылайша пайда болды. Ал енді оқушылар, бүгінгі өткен тақырып бойынша білімдеріңізді шыңдаңыздар. Алдарыңызға 3 сұрақ беріліп тұр. Осы 3 сұрақты мұқият оқып, сұраққа жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Қытай жылнамаларында ғұндар қандай атпен белгілі болды? Екінші сұрақ: ғұн тайпаларының мекендеген территориясын ата. Үшінші сұрақ: жер мемлекеттің негізі деген пікірді кім айтқан және қандай оқиғамен байланысты? Жауабы: сіздерге бірінші сұрақ бойынша Қытай жылнамаларында ғұндар қандай атпен белгілі болды деген сұрақ келген. Жауабын тексеріңіздер. Қытай жылнамаларында ғұндар Гун, Рун, Хунью тағы да басқа атаумен белгілі болған. Екінші сұрақ бойынша сіздерге ғұн тайпалардың мекендеген территориясын ата деген сұрақ келген. Жауабын тексеріңіздер. Ғұндар қазіргі Қазақстан территориясы мен Қытайдың солтүстігі Моңғолия мен Байкал территориясының аралығын мекендеген. Үшінші сұрақ бойынша жер мемлекеттің негізі деген пікірді кім айтқан және қандай оқиғаға байланысты айтылған? Жауабын тексеріңіздер. Жер дегеніміз мемлекеттің негізі, оны қалай береміз деп Мөде Шаньюй айтқан. Жерге байланысты айтылған. Көрші мемлекеттің Дунхудың үшінші рет елші жіберіп шекаралық біраз жерді беруін талап етуден басталады. Нәтижесінде Мөде ашуланып, әскерін жинап, Дунхуға шабуыл жасап, оны талқандап, олардың аумағын өзіне қосып алады. Оқушылар, сіздерге келесі тапсырма термин сөздіктермен жұмыс беріліп отыр. Бүгінгі өтілген тақырыпта кездесетін термин сөздіктер: Шаньюй, Тәңірқұт, төмен басы. Мұқият қарап, жауап беріңіздер. Шаньюй ғұн басшысының лауазымы екен. Тәңірқұт ғұндардың жоғарғы билеушісі еленген лауазым. Төмен басы ғұн мемлекетіндегі Шаньюйден кейінгі басты тұлғалар екен. Оқушылар, үйге тапсырма. Мөдеге мінездеме жазыңдар. Тарихи тұлғаға мінездеме беруге көмектесетін сұрақтар. Төмендегі сұрақтарды пайдалана отырып, мөдеге мінездеме құрыңыздар. Тарихи тұлға қашан, қай елде тұрды? Ол қоғамның қай тобына жатады? Өз ісінде қандай мақсат көздеді? Жеке басының қандай қасиеттері болды? Ойлағанына жету үшін қандай амал қолданды? Іс әрекетін қалай бағалауға болады? Осы көмекші сұрақтар арқылы мөденің мінездемесін құрасыздар.